Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып қазақ тілі пәні 90-шы сабақ зат есім тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. 23-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Наурыз жаңа күн деген мағына береді. Наурыздың 21-нен 22-сіне қараған түні күн мен түн теңеледі. Әз күн мен түннің теңелер сәтінде жүріп өтетін ерекше бір гүл. Әз болмай, мәз болмайды деген сөз содан қалған. Әз өткенде күллі тіршілікке жан бітеді. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша тапсырма орындаймыз. Наурызда күн мен түн теңеледі деп неліктен айтатынын дерек көздерден біліп ал. Мәтіндегі зат есімдерді теріп жаз. Мысалы, наурыз, күн. Балалар, күн мен түннің теңелуі бұл астрономиялық құбылыс. Оны көктемгі күн теңелуі деп атайды. Бұл құбылыс жыл сайын шамамен 20 мен 21 наурызда болады. Ал енді мәтіндегі зат есімдер наурыз, күн, түн, әз, гуіл, сөз, жан сөздері екен. 24-ші жаттығу өлеңді жатқа жаз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, не тілесең сол болсын. Өлеңнің авторы Оразақын Асқар. Өлеңді бірнеше рет қайталап, дәптерімізге жатқа жазамыз. Зат есімдерді тауып, астын сыз дейді. Өлеңдегі зат есімдер ұлыс, ақ, жол сөздері. Балалар, мұндағы ақ сөзі амоним сөз, яғни айран, құрт, сүтті біз ақ деп айтамыз. Демек, ақ мол болсын дегенде ақ сөзі зат есім болып тұр екен. 25-ші жаттығу жұмбақ өлеңді оқып шешуін тап. Т-дан бастасаң дақылдың бірі, С-дан бастасаң бояудың түрі. Жұмбақ өлеңнің шешуі тары және сары сөздері. Тарыдан жасалатын қандай тағам түрлерін білесің? Жұмбақ жауабындағы сөздердің қайсысы зат есім екенін анықтауымыз керек. Балалар, тарыдан майсөк, жент, талқан дайындауға болады екен. Ал жұмбақ өлеңнің шешуіндегі тары және сары сөздерінің қайсысы зат есім екенін анықтауымыз керек. Тары сөзі зат есім, не деген сұраққа жауап береді. Ал сары деген сөз бұл бізде сын есім болып тұр. Қандай деген сұраққа жауап береді. 26-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Оңнан солға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын сөздерді теріп жаз дейді. Берілген сөздер қолғанат, ұршық, лақ, түс, құлақ, керік, жаз, жеміс, кіші, қысым, таза, бақа сөздері. Яғни балалар, біз қазір солдан оңға қарай оқыдық. Ал енді оңнан солға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын сөздерді теріп жазуымыз керек екен. Мысалы, лақ, қал, түс, сүт, кіші, ішік, қысым, мысық, таза, азат деген сияқты сөздерді көшіріп жазып алсақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.